саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Тажыбекова Зинагүл Болатовна, Абай ауданы Тапар кенті Абай атындағы Тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгін сіздермен математикалық ребустар тақырыбында тапсырмаларға тоқталамыз. Математикалық ребустар жұлдызшалы әріпті болады. Ендеше тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма: әр тапсырмадағы әріптердің артында түрлі үш сан жасырылған. Сол сандарды табыңыз. Д қосу Д тең 27. Яғни біз қандай бірдей сандарды өзіне 3 рет қосқан кезде 27 саны болады екен, соны іздейміз. Негізі ребустардың құрылу жолында белгілі бір ережелерді қатаң сақтаған жөн. Бірдей әріптер тек бірдей цифрлар, әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең деген ереже бойынша бұл тапсырма орындалады. Яғни 9-ды өзіне 3 рет қосатын болсақ, 27 болады. Енді 9-ды қай санға қосқан кезде 23 болады, сол санды іздейміз. Яғни 23-тен 9-ды азайтамыз, сонда р бізде 14-ке тең болады. Енді мына жерде тыңның мәнін табу үшін 14-тен нешені азайтқан кезде 1 болады, сол санды іздейміз. Сонда бізде 14-тен 13-ті азайтқан кезде 1 болады деп, сонда жауабы Д 9-ға тең, Т 13-ке тең, Р 14 санына тең деп есептеледі екен. Ары қарай екінші тапсырмада жұлдызшаның орнына сәйкес келетін цифрларды табыңыз дейді. Бұл жерде ең жоғарғы разряд 0-ге тең болмауы керек деген ереже сақталады. Мына жерде ең жоғарғы разряд 0-ге тең болмауы керек. Сонда бұл есептің жауабы негізі бірнеше нұсқада болуы мүмкін. Мына жерде екінші қосылғыштың бірлігі 9 немесе 8 болуы мүмкін. Ал жүздіктері 6 мен 5-тің қосындысы, 7 мен 4-тің қосындысы, 8 мен 3-тің қосындысы, 9 мен 2 болуы мүмкін. Ары қарай үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада әріптік ребусты шешіңіз дейді. Бұл жерде бірдей әріптер, бірдей цифрлар деген ереже қолданылады. Енді мына жерге қарайтын болсақ, қай сандар өз-өзіне 3 рет қосылған кезде цифрлары бірдей болатын сан шығады деп іздейміз. Бұл жерде формулаға салатын болсақ, с тең болады абы көбейтілген 3. Яғни біз мынандай жағдайларды қарастырамыз. Мысалы, с-ны 111 деп алатын болсақ, 111-ді 3-ке бөлеміз, 37 болуы мүмкін. 222 деп алатын болсақ, насанды оны 3-ке бөлген кезде 74 саны. А егерде 333 деп қоятын болатын болсақ, онда 111 деген сан шығып кетеді екен. Ал бізде берілісінде 2 таңбалы болғандықтан бұл нұсқа қарастырылмайды. Бұл тапсырманың жауабы 2 нұсқада ғана болады екен. Ары қарай төртінші тапсырма. Қызықты тапсырма, балаларға өте қызықты. Бірдей әріптер тек бірдей цифрлар деген ереже сақталады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, көбейту мен қосудың қасиеттеріне байланысты кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады деген ережені пысықтау кезінде орындаған жақсы болады. Бұл жерде А, Қ, П әріптері кез келген сандар болады да, Н әріпі бірге болады. Осындай қызықты тапсырмалар арқылы балаларымыздың білімдерін арттыра берейік. Ұшқыр ойлы балаларымыз көп болсын. Назарларыңызға рахмет.